кездесу ол ширек финал болды. 3 минут 58 секунд. Барлық кездесуін негізгі уақытта аяқтаған Әбиба Абужақынова көк дзюдогадан, Ғалия Тынбаева ақ киімде өнер көрсетеді. Ғалия Тынбаева жас спортшымыз үлкен тұлға турнирлерінде 6 рет бой көрсеткен, гран-при додасына 2-ші рет келіп отыр. 2019 жылы жастар арасында өткізілген Европа кубогының жеңімпазы және бір қызығы, дәл сол финалда да қазақстандық дзюдошыға қарсы өнер көрсеткен. Тағы да оның спорттық жолындағы айтулы финал, қарсыласы бұл жолда қазақ дзюдошысы Әбиба Абужақынова әлем чемпионатының қола жүлдегері әлемдік додада лидер атанды және Уламаты мен Абу-Дабидегі үлкен тұлға додаларында да бір қоладан еншілеген есімізде. Нәтижесі қандай болса да, Қазақстан ұлттық құрамасының қоржынында дәл осы финалдан кейін бір алтын, бір күміс жүлде болмақ. Шын мықты жеңсін деп тілейміз, және бұл белдесудің алғашқы 1 минуты да артта қалған екен. Қазір тұрыста шалу әдістерінің бірін пайдаланып көруге оқталғандай сай танытып еді Абужақынова, бірақ нақты бір әрекетті көрген жоқпыз. Ғалия Тынбаева құрлықтық додаларды өте жақсы өнер көрсеткен, жастар арасындағы Азия чемпионы 2018 жылы бір ескерту берілді. Белсендірек әрекет ету керек. Дзюдода бір жазылмаған заңдылық бар. Бір елдің өкілдері татамиге шығып белдескенде бапкерлері ұшта отырды. Осындай жазылмаған заң бар. Сондықтан бапкерлердің, жаттықтырушылардың даусында естіп отырған жоқпыз. Екінші ескерту Ғалия Тынбаеваға берілді. Қазір 1-1 ұпай есепке алынбай, түнде ескертулердің нәтижесінде осы спортшының бір жеңіліс табуы да әбден мүмкін. Белсендірек әрекет етуге көшті, аяғын орағытып алуға тырысқан еді Абужақынова, бірақ іске аспады. Осылайша бұл белдесудің бел ортасына да келдік. 8 келіге дейінгі финал, әріптесім атап өткендей финалдық бәсекелерде гран-при жарыстарында қос қазақ дзюдошысы өнер көрсетпеген. Тарихи сәт. Және Ғалия Тынбаева да, Әбиба Абужақынова да гран-при жарыстарында жүлдегерлер қатарынан көрінбеген. Алғашқы жүлдесі болмақ. Ғалия үшінде, Әбиба үшінде. Ал Ғалия Тынбаева да екі ескерту бар екендігін еске сала кетейік. Белсендірек әрекетке тырысып жатыр ақ дзюдогадағы отандасымыз. Бірақ Әбиба әрине жаста үлкен, тәжірибесі де молырақ, ересектер арасында талай додаларынан ысылып тәжірибе жинақтаған, жеткен жетістігі де бір басына жетіп артылады. Оны біз өткенсіп атап өттік. Енді сол жетістіктердің қатарына гран-при жарысының да жүлдесін қоспақ. Финалға дейін талай тер төкті, әсіресе Ғалия Тынбаева, әсіресе жартылай финалда күштері сарқылғаны көрініп тұр, және финал болғандықтан барынша сақ әрекет етіп, ақырып жүріп андық басуға тырысуда. Мінекей, тамаша деп аталатын әдіс қалқалай жатып, үстінен асыра бірақ лақтырды. Бұл жақында нәтижесінде бір Мазарио пайын берді. Татамидегі төреші дұрыс оқымен түскен екен. Ғалия Тынбаева бір жартылай жеңіс ұпайы бар, және 24 секунд қана уақыт қалды. Қандай әдіс қолдануға тырысады екен қазір? Тізерле отырып лақтыру әдісі оңайлықпен беріле қоймайды оған. Абужақынова дәл сондай әрекетті күтіп те тұрған секілді көрінген еді.
Иә, дәл солай. Осылайша, қадірменді көрермендер, 48 келіге дейінгі салмақ дәрежесінің алғашқы жарыс күндегі алғашқы алтын жүлде және күміс жүлде иегерлері анықталды. Финалда қос қазақ дзюдошылары, дзюдошы арулары бір-біріне қарсы шыққан және қараңыздар қандай керемет сәт, тарихи сәт. Алтын жүлде қазақтың қола келгіш алтын қызы Әбиба Әбужақыноваға бұйырса, ересектер арасындағы жарыстарда алғашқы қадамдарын жасап, алғашқы жүлделеріне қол жеткізіп жатқан Ғалия Тынбаева гран-при жарысының күміс жүлдесін жеңіп алды. Бір белдесудің нәтижесінде Қазақстан ұлттық құрамасының қоржынында 2-1-дей. Жүлде жарайсың Ғалия, жарайсың Әбиба, алға Қазақстан. Керемет нәтиже неге осы бір финалдық белдесудің қызықты сәттері. Назарларыңызда Әбиба Әбужақыноваға алтын жүлдені әкелген әдіс неке назарларыңызда шалталай жатыр. Асыра лақтырдыдағы сұлатып түсірді. Ғалия Тынбаеваның бір бадзари ұпай берілген, сол жеңіс ұпайының арқасында алтын жүлдені жеңіп алды. Иә, біз қола жүлдені жеңіп алатын алтын қыз деп айтушы едік Әбиба Әбужақынова. Әлем чемпионатында қола, бүтін жарыстарында қола. Енді алтын жүлде. Қоланы алтынмен алмастыратын шағыда келген екен, алдағы үлкен жеңістерінің бастамасы баспалдағы болсын деп тілейміз. Сонымен